секілді. Оның үстіне осы жайт үшін ойындағы екінші сарысын беріп алаңнан қуды. Ғаламат гол шаңдай ауаға ұшты. Дастан мұнысымен тоқтаған жоқ. Есепті оның алдында Мартинович теңестірген болатын. Ал енді өзі қайтадан сол Ауфрияраттан пас алып, Паяттың стиліндей допты арғы бұрышы қайырып жіберді. Саналмаған бірінші гол әдемі ме, әлде саналған мына екінші гол ма? Таңдау өздеріңізде, ал мен таңдай алмадым. Алты ойын голсыз өткен Дастан Чемпиондар Лигасының іріктеу матчында гол салып маңызды нәтиже алып келді. Словениялық Олимпия Любляна стадионында 59 минутта Громыко Жоржиньоға қиып тамаша пас шығарды. Ауыл болса тағы да оған ашық қақпаға салсын деп шайнап береді. Есеп 1-1. Қос жылдан ойыншы жақсы шабуыл жасады. Қайтадан 4 ойын голсыз болып, 5-ші ойыны тағы да сол маңызды іріктеу ойындардың бірі Финляндиялық клубқа қарсы өте маңызды гол салды. 9 минутта Луиш Матадан пас алған Дастан тағы да өзінің алыс нүктесінен Роналдудың жойқын соққысында тепкені жақта аштырып қойды. Қақпашының дәл алдында болып жатқан соққыға өтпесе, бірақ тым жойқын ұшқан соң үлгеру мүмкін болмады. Осы кезде оның осындай соққысы бар екеніне көз жеткіздім. КПЛ'де гол салмаймын, тек Чемпиондар Лигасында гол саламын деп ұран ұстағандай Дастан КПЛ'де тағы да гол саламай, бір ойыннан кейін словакиялық Слован Братислава клубына қарсы 90 минутта пенальти орындап, салқын қандылықпен бұрышқа теуіп, маңызды жеңіс алып келді. Осы кезде қобалжығанымыздай. Алты ойын тағы да үнсіз болып, 23-ші тур аясында енді үйде Ақтөбеге қарсы ойын өткізді. 51-ші минутта Тапауовтан пас алған жас бала жақын орналасса да қақпаның жоғарғы жағына теуіп есепті ашты. Не деген жойқын соққы мынау? Базар жоқ. Бір ойын голсыз өтіп, Дастан 23-ші тур аясында жеңіске қарсы 1-2 голмен көзге түсті. 12-ші минутта тағы да сол өзінің нүктесі. 16-ның сырты. Домалақтан сәл ары тұрып тепкені Голазо сөзін айтқыздым. 36-ші минутта қорғаныстың ар жағынан шығарған Мартиновичтің пасы бәрінен өтіп Дастанның аяғына жетеді. Жылдамды қосып ары жылжыған Дастан жер етіп тепкені есепті еселендірді. Реал Мадридке ойында ешқандай голмен көзге түспесе де, келесі КПЛ ойынында 5-0-мен біткен жетісумен ойында пенальтимен бастап берді. Келесі ойында Петропавлда Қызылжарға қарсы әдемі гол сала білді. Ауфриярат жылдамдық қосқан Дастанды көріп, алдына пас шығарды. Ары қарай шеберлік. Парашютпен салынған гол бір ғанибет болды. Осы сәтте PSG кезінде Неймар мен Мбаппе еске түсті. Неймар ылғи Мбаппеге пастарды әдетте басқаларға беретіндей емес, жылдамдығына сеніп тым алыс береді. Ондайды қорғаушылар түгілі көріп отқан біз қайда берді деп сұрақ қоятынбыз. Бірақ сөйтсе пастың бәрі әдейі екен. Мбаппе жетіп алып нәтиже шығарды. Дәл осы сәтте де сондай орын алды. Келесі КПЛ ойыны Астанаға қарсы, және бұл жай ойынның бірі емес, маусымның ең маңызды ойыны. Себебі осы ойында ұтылса